Барлықтарына күнде билей бермей, бүгін сосиски істейміз үй жағдайында. Оған бізге 1 килограмм тауықтың төсі керек, 100 грамм сливочное масло, мынау сосисканы салатын полимер, тұз, бұрыш, мынау сосисканы байлайтын и 200 грамм сүт керек, 1 зубчик чеснок керек. Оған тағы да бір приправалар бар, оны үй жағдайында жасап керек емес. Бүкіл нелерін қостым, енді қазір рецептін бәріміз болғаннан кейін астына жазамын бәрін толық. Тесіктер болды, соны ең мелкий накрутить тайсыздар. Вот мясорубкамен перекрутили уже мясо, етті. Енді қосамыз май, бұрыш, тұз, то есть сүт и чеснок через мелкую накрутим. 1 зубчик чеснок, 1 килограмм. Фаршымызды крутиттап болдық. Майды сливочный обязательно қосыңыздар, а то сосискаларыңыз сухой болады, құрғақ болады. Мынаны қазір сосиска кигіземіз, оған дейін 1 сағат қалайында тұру керек. Жаңағы 1 сағат тұрған фаршымды шығарып, мына ішіне толтырып салдым. Мына сосиска салатын мынаған кигіздім, басын байладым. Енді фаршты крутиттаймыз. Сосисканы салғаннан кейін, мынаны былай бұрап тұрасыз да, байлайсыз жіппен. Сосын ыстық суға саласыздар. Ыстық су суығанша тұрады мұнда. Можете 2 рет ыстық су құйып қойға, или мантоваркаға 45 минут пісіргенсеңіздер болады. Міне сосискіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.